Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте ерекше бананнан жасалған десерт дайындайтын боламыз. Балмұздақ сияқты өте керемет болып шығады. Дәміне ғашық боласыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бананымызды аламыз, сыртын тазалап аламыз. Бананның осы үлкендеу түрін таңдағандарыңыз дұрыс болады. Және де 1-3 бөлікке бөліп шығамыз. Және де осы таяқшаларды аламыз. Балмұздаққа арналған таяқшалар кондитерлік дүкенде сатылады. Және де осылай ортасына орналастырып шығамыз. Бананымыз біздің құлап қалмайтындай болуы қажет. Енді өздеріңізге ұнайтын кез келген молочный шоколадты аласыздар. Бөліктерге бөліп аламыз. Қазір водяной баняда ерітетін боламыз. Егер водяной баняда еріткіңіз келмесе, онда микроволновкада ерітіп алуға болады. Енді плитамызды жағып, осы водяной баняда ерітіп алатын боламыз. Осылай ерігеннен кейін кішкене сұйық май қосамыз. Ол бізде кішкене сұйықтау болуы қажет. Бананымызды салған кезде біркелкі болып жағылады. Сол себептен міндетті түрде кішкене сұйық май қосыңыздар. Енді біртіндеп бананымызды осылай батырып аламыз. Достар, егер видео рецептін алып жатқан болса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Сол себептен тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осылай бәрін жасап алғаннан кейін шоколадымыз қатпай тұрып, үстін әсемдеп шығамыз. Мен үстіне осылай арахис, фисташка және де кокосовый стружка осылай сеуіп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдей берсеңіздер болады. Енді десертімізді морозильникке 10-15 минутқа шоколадымыз қатқанша қойып қоямыз. Міне біздің десертіміз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Сіздерге де 100% ұнайды деген ойдамын. Дәміне енді ғашық боласыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.